Саламатсыздар, қадірлі көрермендер. Саяхат бағдарламасының кезекті хабары орталық Қазақстанда, дәлірек айтсақ, Қарағанды облысында жалғасады. Бұл жолғы әңгімеміз Мәди бабамыз атыңнан айналайын қарқаралы, сенен бұлт, менен қайғы тарқамады деп әнге қосқан Қарқаралы өңір жайлы болмақ. Қарқаралы десе, Мәди Бапиұлы еске түседі. Қарқаралыға табан тіреген кез келген азамат халықтың біртуар ұлының аруағына тағзым етпей кетпейді. Сол үрдіспен бізде сапарымызды Мәди бабамыздың зиратына барып, Құран бағыштаудан бастадық. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Небәрі 41 жас жасап, жасындай жарқылдаған болмысымен, ақындық, композиторлық өнерімен із қалдырып кеткен Мәди күллі қазақтың мақтанышы. Халқының жоғын жоқтап әділдік іздеген үшін өмірінің ақырына дейін қуғыннан көз ашпаған тұлға өзі туған Үшқара жерінде емес, осы Қарқаралыда жерленген. Қазіргі Қарқаралы қаласының дәл орталығындағы мына жерде 1921 жылы Мәди Бапиұлы қастандықпен атып өлтіріледі. Тарихи орында есте қалдыру мақсатында жергілікті тұрғындар композитордың туылғанына 125 жыл толуы қарсаңында бұл жерге ескерткіш тақта орнатқан екен. Ал таяуда ғана қыркүйектің 15 күні мына жаңа ескерткіш бой көтерді. Ескерткіштің авторы Қарағайлы ауылында туып өскен мүсінші Темірғали Махметов. Жалпы Қарқаралының әр көшесінен тарихи мәдени ескерткіштерді кездестіруге болады. Өйткені 19 ғасырда қала Семей губерниясына қарасты Қарқаралы уезінің орталығы болған. Мұсылман қауымы жұма сайын бас қосатын мына мешітті Абайдың әкесі Құнанбай қажы салдырған. Бір кездері құрып кетудің азақ алдында қалған мешіт кейіннен қайта жөндеуден өтіп, халық игілігіне ұсынылыпты. Қазір музыка мектебінің ғимараты болып тұрған мына үй кезінде Абай атамыздың тоқтайтын үйі болған. Ал аудандық өлкетану мұражайындағы экспонаттар 19 ғасырдан бастап тәуелсіздік таң атқанға дейінгі тарихты қамтиды. 7 залдан тұратын мұражайдың аудан көлемінде 3 ауылда шағын бөлімшелері бар. Барлығын енді экспонаттардың бәрін қосқанда, осы 3 мұражайдың экспонатын қосқанда 8 мың асып отыр. Жаз уақытта биыл өте келушілер өте көп болды. Себебі мынау шетелден келіп жатқан азаматтар болды. Шілде айында бізде мынау Америка штатынан келген, Техас штаттан келген адамдар болды, 10 шақты адамдар. Одан кейін Германиядан келген адамдар бар. Және мынау Астана, Алматыдан келген адамдар бар. Өте көп адам бізде келушілер. Оқу жылы басталды. Оқу жылы басталғаннан біз аудандық білім бөлімімен тікелей байланыста отырмыз. Осы қала басындағы және елде, шалқай елде жатқан селолық округтардың оқушыларымен осы мұражайдың ішінде конференция, семинар, одан кейін көрме, выставкаларын өткізіп тұрамыз біз. Парашютик жауап берші баршыға. Не отырады? Менде обстановка жақсы қалады. Жақсы. Жан жақ бәрі тыныш қой. Тыныштық. 1998 жылғы желтоқсанның бірінде Қазақстан Республикасы үкіметінің нөмірі 1212 қаулысымен республикалық деңгейдегі табиғат қорғайтын мекеме болып құрылған бақтың аумағы 90.323 гектар. Оның ішінде орманды алқаптың көлемі 40.266 гектар. Ұлттық бақ 3 орманшылықтан тұрады. Олар тау, кент, Қарқаралы орманшылықтары. Қарқаралы қаласын Бұғылы және Жеті қара шатқалдары қоршап жатыр. Аймақтың даңқын асырып тұрған Шайтанкөл осы Бұғылы тауының басында орналасқан. Тау орман шаруашылығына жататын ерекше қорғалатын аймақ болғандықтан, мұнда келушілер көлігін тау етегінде қалдырып, көлге дейін жаяу көтерілуі керек. Бұғылы шатқалының басында орналасқан Шайтанкөлге келе жатырмыз. Тау етегінен жоғары қарап көтерілетін жолда жергілікті тұрғындар, азаматтар бізге жол бастаушылар алдымызға түсіп озып кетті, ол кісілер үйренгенге ұқсайды. Ал біз секілді келетін саяхатшылардың таудың басына көтерілуі аса бір қиынға соғатын сияқты. Шайтанкөл теңіз деңгейінен 1200 метр биіктікте 4 гектар аумақты алып жатыр. Бір қарағанда кәдімгі көл, бірақ әлі күнге сыры мен құпиясы толық ашылған жоқ. Біріншіден, тереңдігі неше метр, оны ешкім әлі біле алмапты. Екіншіден, суы тұщы,
бір орында тұнып тұрған көл суы неге бұзылып кетпейді? Үшіншіден, оған құйып жатқан бұлақ, өзендер жоқ. Көлдің азайып тартылып кетпеуінің себебі неде? Осындай сұрақтардан барып, оның Шайтан көл атауы осыдан шыққан ба деген тұжырым жасалады. Ал Сәбит Мұқановтың 1926 жылы жазылған Сұлушаш поэмасында Алтай мен Сұлушаштың осы жерде паналап жүргендігі айтылады. Ормандағы өрттен қашып шыққан жолбарыс Сұлушашқа ұмтылады. Жыртқыштан қорғанбақ болған қыз көлге құлап кетеді. Оны іздеген Алтай шайтан алып кетті ме деп таң қалған екен. Содан барып осы атау тарихта қалған деседі. Шайтан көл атауының одан да ертерек болғандығы жайлы басқа да түрлі аңыздар көп. Шайтан көл деп отырмыз. Бұл тарихи мәдениеттік құндылығы бар құрылым. Осында жылдың 3 мезгілі бойынша халықтың өте көп келіп тамашалайтын жері. Бұл Шайтан көлге байланысты аңыздар, қаншама әңгімелер бар. Сол халық көп келеді бұл жерге. Кейбір санасы төмен адамдар өсіп ішкен-жеген тамақтарына қалдыға лақтырып ластап кететіндер де болады. Сол адамдарға енді бір тілегіміз, енді біреудікі жинап емейміз, өздерінікін бәрі жинап тазалап кетсе, сол нұр үстіне нұр болар еді. Және осы келген тастарға аттарын жазып кететін, атын шықпаса жер өрте деген сөйтіп жазып кететіндер бар. Және ағаштарға қиратып сындыратын да жағдайлары болады. Енді олармен барынша күресеміз, шараларын жүргізіп жатырмыз. Аймақтағы тарихи орындардың бірі 3 шақырымға созылып жатқан Қалмақ қорғаны. Бекіністі жергілікті халық жоңғарлармен шайқаста тастан қолмен қалаған көрінеді. Қарқаралы ұлттық табиғи бағындағы Комиссаровка тарихи кешені де назарыңызды бірден аударады. Бұрынғы атауы Кімасар, Кенесары асуы аталып жүрген шыңның баурайындағы орманшының үйі 20 ғасырдың басында салынған. Мына көріп тұрғандарыңыз 1403 метр биіктіктегі Жирен Сақал шыңы. Оның етегінде орналасқан тарихи мәдени аймақ Комиссаровка деп аталады. Бұл жердегі орманшыға арнап тұрғызылған үйдің бір ерекшелігі шеге қолданбай тек қана ағаштан ғана тұрғызылған екен. Орманшылардың бірнеше ұрпағына баспана болған тұрғын үй қазір қайтадан күрделі жөндеуден өткізілуде. Болашақта ерекше қорғалатын тарихи мәдени ескерткіштердің қатарынан орын алмақ. Осы үйдің тұрған орманшылардың көпшілігі 1913 жылдары осы жерде қарағай өсіретін көшеттер салған. Ол көшеттерден қалған осыдан бір 500 метрдей жерде шырша ағаштары бар. Ол екі шырша ағашта табиғи мұраларға жатып отыр. Бұл орманшының үйінің сақталудың бізге орман шаруашылығына оның маңыздылығы сол. Осы орманшының үйіне байланысты көптеген орман шаруашылығында жұмыстар жүргізіліп, қазірге дейін сол ары қарай іске асырылып жатыр. Кент тауы солтүстік шығыстан оңтүстік батысқа қарай 25 шақырымды қамтып, 40 мың гектар аумақты алып жатыр. Кент орманшылығына қарасты аймақпен танысып қайту үшін Қасым Аманжолов ауылына бет алдық. Мұнда осы орманшылықтың Болпан деп аталатын айналымы және қарағай көшетін отырғызатын тұқым бағы бар екен. 2006 жылдан бері 1 гектар жерге қарағай тұқымы себіліп күтілуде. Жойылып кеткен қарағайдың орнын толтыру мақсатында қолға алынған іс осы аз ғана уақыт ішінде нәтижесін бере бастапты. Мына қазір көріп отырғандарыңыз 2-ші жылдық, мінекей осы жылы 2-ші жылы. Енді бұл осы аман есен осылай болса, біз бұны көктемде қазып аламыз да ана өртенген жерлерге апарып егеміз. Осы арадағы көшетпенен біз енді жобасыменен 20 гектар, одан артық гектар жерлерге осы себіледі өзінің несіменен. Мыналарда міне мысалы үшін біздің өзімізге не жасадық санақ. Осы жылғы санақтың өзінде бізде мына жерде 124 мың көшет бар қазірінде. Осы мына осы жылы тәуір болып өсіп тұр. Біз енді келешекте бұны бір 30-40 гектарға жеткіземіз деп отырмыз. Орманшылықтың қызметкерлері аты аңызға айналған Әулиетасқа қарай жол бастады. Табиғат өзі мүсінші десе дегендей, тастардың орналасуы көрген жанды таң қалдырмай қоймайды. Кент тауындағы сапарымыз мына өздеріңіз көріп тұрған Әулиетаста жалғасады. Бұл жердің Әулиетас аталу себебі адамзат баласының жан дүниесі, болмысы қашаннан табиғатқа етене жақын. Сондықтан да жергілікті тұрғындар сырқатына ем, дертіне шипа іздесе, осы тасқа келіп, сыйынып табынатын көрінеді. Бір қарағанда әртүрлі сұлбаны көз алдыңызға әкелетін тастардың Әулиетас аталуына да себеп адамның түрлі наным сенімдері. Тастың орналасуы алыстан қарағанда Аллах деген сөзді бейнелейді.
Қайтар жолда өзінің аймағын аралап бақылау жасап жүрген Болпан айналымының инспекторы Мұратжан Бекбосыновты жолықтырдық. Жанымыздағы жол бастаушы Тиышбек Тоқметов мырза осы айналымға біраз уақыттан бері Мұратжан Бекбосынов жұбайымен екеуі жауапты екенін айтты. Орман шебері Гаухар 20 жылдан аса осы ұлттық баққа қызмет жасап келе жатқандардың бірі. Жаратылысы нәзік әйел затының қысы-жазы қатал табиғатта ерлермен бірдей жұмыста жүруі кейбіреулер үшін таңғаларлық жағдай болып көрінгенмен, Гаухар үшін өз қызметі қалыпты жағдайға саналады. Жас кезімізден мысалы әкеміз өзі шөп шабады, қол шалғымен. Сонда алып шығатын орманға. Орманның ішіне шабатымыз ол жылдары. Сондағы мүмкін ұнаған шығар. Сол әкемнің нұсқауымен барып, сол Бурабайдағы орман шаруашылық техникумын 82 жылы түстім да, 85-ші бітіріп келдім да, содан бері жұмыс істеп келе жатыр. Емдік шөптер бар бізде, жақсы өсетін. Соны мүмкін айтып отырғаннан кейін ба, мысалы менің өз үлкен ұлым, мен уже айтпай-ақ, ол жаздың өз уақыты болады ғой, теретін уақыттарда. Сонда теріп әкеледі. Мен соның бәрін ойлаймын, оның бәрі сол тәрбиеміз. Осы аймақтағы Қызылкеніш сарайы Қазақстан бойынша ерекше қорғалатын тарихи құнды ескерткіштердің бірі. Айналасын тау қоршап тұрған ойпаттағы бұл сарай тарихи орындарды қорғау туралы үкімет қаулысына сәйкес қоршалып, мемлекет қарамағына алыныпты. Бұл мекенжай туралы осы жердің тұрғыны 90 жастағы Ғабдолла Сәрсенбаев ақсақал 1975 жылы бірқатар деректер айтып кеткен. Бүгінгі күні бұл ерекше аймақты ақсақалдың шөбересі Бауыржан қадағалап отыр. Мынау 15-16 ғасырға тән тарихи мәдени ескерткіш Қызылкеніш, болмаса Қырыққыз, тіпті Қыз әулие деген ел ішінде түрлі-түрлі атаулармен аталады. Бұл атауға себепкер ел арасында мынандай аңыз бар екен. Ертеде бір байдың сұлу қызы өзінің сүйген жігітіменен 40 нөкерімен қашып келіп, осы таудың қойнауын паналайды. Тұрақ ретінде мына өздеріңіз көріп тұрған мекен жайды салады. Кейіннен артынан қуғыншылар келіп, қызды сүйген жігітімен 40 нөкерімен қоса өлтіріп, осы жерге 40 қызды қатар жерлеген көрінеді. Аңызда айтылған 40 қыздың тұрағы болған сарай дегенге өзіңіз аралап көз жеткізуіңізге болады. Әр жақтағы бөлмелердің шығар есіктері ортадағы үлкен бөлмеге тіреледі. Демек, бұл жиналып ас ішетін үй. Бөлек бір бөлмеде тамақ пісірілетін мынандай пеш салынған. Және мына бір ағаш өсіп тұрған астау секілді шұңқыр қыздар шомылатын бассейнге ұқсас орын болған деседі. Ал 40 қыздың жерленген орны шөп басып кеткенге дейін үйілген тастар арқылы белгілі болып тұрған. Археологтардың назарын аударып отырған тағы бір мекен Үшүңгір деп аталады. Қарқаралы қаласынан 3-4 шақырым жердегі тауда орналасқан үңгірге қысы-жазы зерттеушілер, саяхатшылар жиі ат байлайды. Біз қазір Қарқаралы ұлттық табиғи парк аймағындағы Үшүңгір деп аталатын табиғи кешенді аралауға келе жатырмыз. Ертеректе халық арасында мынандай болжам бар екен. Ертеректе бұл жерде алғашқы қоғамдық қауым кезінде адамдар мекендеген дейді. Бірақ әлі бұны археологтар тексеріп зерттеу үстінде. Үңгірге барар жолдағы жартастарда мынандай таңбалар бар. Әлде бір аңның ізіне ұқсас осындай суретті бірнеше жерден кездестіруге болады. Жоғарыдағы қатар орналасқан Үшүңгір шынымен де адамдардың баспанасы болғанға ұқсайды. Қолымызда арнайы шам болмағандықтан үңгірге бойлап кіре алмадық. Көргендердің айтуынша үңгірдің ішіне еңбектеп кірген адам біраз жер жүрген соң түрегеліп тұратындай кең қуысқа тап болатын көрінеді. Осы жол арқылы таудың арғы бетіне өтіп шығуға болатынына көз жеткізгендер де бар. Болашақта демалыс аймағына айналдырылмақ боп қолға алынып жатқан Қарқаралыда бұған дейін үлкенді кішілі 26 демалыс үйлері мен шипажайлар болған. Кеншілерге арнап салынған Шахтер демалыс үйінің есігі тынығушыларға жылдың 4 мезгілінде де ашық. Саф ауасы ерекше Самал көлінің жағасындағы бұл демалыс орны 1972 жылы салынған. Шағын таза бөлмелер мен асхана, спорт кешені келушілердің көңілінен шығып отыр. Табиғат аясында демалушылар қоңыр салқын күз мезгіліне қарамастан ағылып келіп жатады. Олар аймаққа кіру үшін арнайы рұқсат қағаз алып, ауаны, айналаны ластамау үшін белгілі бір жерлерде ғана демалады.
Сондай демалушылардың бір тобы Теміртаудан келіпті. Ну, мы в Калкалинске бываем каждый год. Это по два, по три. Біз Қарқаралыға жыл сайын 2-3 рет демалуға келеміз. Потому что это Бұл біздің інжу маржанымыз. наша... Біз бұл аймақ түсеміз, сондықтан да жиі келеміз. Это... Біздің демалушылар әр уақытта өздерінің соңына жинастырып кетеді. Кейде әр жерде шашылған тамақ қалдықтарын бөтелкелерді көресің. Әрине, бұл дұрыс емес. Может, там бутылки там, вот это, конечно, это нехорошо. Это. Ұлттық бақ түрлі өсімдіктер мен жануарлар әлеміне де бай. Бұл жерден Қазақстанда кездесетін өсімдіктердің 80%-ын табуға болады. Бақ аумағында ерекше қорғауды талап ететін гүлді өсімдіктердің 66 түрі анықталып отыр. Сондай-ақ, мұнда омыртқалы жануарлардың 190 түрі, сүтқоректілердің 45 түрі, құстардың 122, балықтардың 15 түрі бар. Жергілікті халық ұлттық парктың аумағында сирек кездесетін аңдар қандай екен, және де оларды аулауға тыйым салынатын білет. Енді сирек кездесетін аңдарда бізде арқары бар, ол қызыл кітапқа енген. Бұның қазір осы санын өсіру мақсатында жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Құстардан қызыл кітапқа енген бізде қара ләйлек, бүркіт, үкі, ителгі, тағы да сондай құстар бар. Қарқаралыға 3 шақырым жерде 1980 жылдан бері табиғат мұражайы бар. 80 гектар жерді алып жатқан мұражайда әртүрлі өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің экспозициялары орналасқан. Жануарларды қолдан өсіріп көбейту де дәл осы жерде қолға алынған. Әдетте осы бақтағы жануарларды тамашалайтын келушілер, балалар қолдарына неше түрлі тәтті дәмді тағамдарды алып кеп, жануарларды қолмен тамақтандырады екен. Мүмкін біздің де қолымыздан жеп қалар. Бұл жерден шудалы қодасты, бұғы мен қабанды, аюды көруге болады. Миша мен Любаша атанған мына 2 аюдың бірі Алматыдан, екіншісі Көкшетаудан әкелініпті. Ежелден тазы жүгіртіп құс салған халқымыз жүйрік ат пен қыран бүркітті ерекше бағалаған. Бұл дәстүр Қарқаралы өңірінде де жалғасын табуда. Соңғы 3-4 жылда Қарағанды облысы бойынша, оның ішінде Қарқаралы ауданында ұлттық саятшылық өнер қолға алына бастаған. Бұл игі бастамаған мұрындық болып жүрген Қайыржан Дүйсеков сынды ұлтжанды азаматтар. Осы салаға икемі бар 10 шақты жігіт бас қосып, көкпарды жандандырып, бүркіт баптауды қолға алған. Жетістіктері де баршылық. Былтырғы жылы Қостанайда өткен республикалық саятшылар байқауында қарағандылық жігіттер 1-ші орынды иеленіпті. Ал Қайыржанның өзі жақында ғана Қазақстан құрама командасының құрамында Ұлыбританияда өнер көрсетіп қайтқан. Әр мемлекет, әр ел өзінің салт дәстүрін дәріптеуге бар. Құсбегілік, сосын жаңағы ат ойындары ол жерде көрсеткеніміз негізі. Жаңа біздің құстарды о жаққа өткізген жоқ. Жаңағы сол жерден өздері мемлекет келісіп аренда қалған ғой. Сол бүркіттермен өнер көрсеттік, соларды өзімізге баулып, соларды тәрбиеледік. Әлем мойындағаннан кейін біз ойлаймыз, біз қазақ елі ең жоғары дәрежеде көрсетті деп. Ат құлағында ойнаған қазақ жігіттерінің шеберлігіне тәнті болған ағылшындар біздің елдің құрама командасын көрермендердің алдына шығарып қойып, жарты сағаттан аса мағлұмат беріпті. Әлемнің әр түкпірінен келген бірнеше елдің командаларынан Қазақстанның құрама командасы оза шауып 1-ші орынды иеленген. Арқа өңірінің жақұтына саналатын Қарқаралы табиғи ұлттық бағы жайындағы әңгімеміз осымен аяқталды. Өлкенің сұлулығын, байлығын, тарихи мәдени құндылықтарын осы аз ғана уақыт ішінде әңгімелеп шығу мүмкін емес. Дегенмен де бүгінгі хабарымыздан өздеріңізге қажетті мағлұматтарды алған боларсыздар деген ойдамыз. Саяхат бағдарламасының келесі хабарында жүздескенше аман сау болыңыздар.
қадірлі көрермендер, эфирде саяхат бағдарламасы. Бұл хабарымызда сіздерді Қазақстандағы ежелгі қорықтардың бірі Қостанай облысы Наурызым ауданына қарасты Наурызым қорығымен таныстыратын боламыз. Наурызым ауданы Қостанай облысының Торғай даласымен шектесетін Әулиекөл, Қамысты, Амангелді, Жангелдин секілді аудандарының бірі. Бұл аймақтың Наурызым аталуының өз мәні бар. Ертеде осы жерде байлығымен, ақылгөйлігімен аты шыққан Наурызым деген бай болған екен. 2000 жылы тұрғындардың сұрауымен бұрын Докучаев аталған аудан орталығына Наурызым байдың жалғыз ұлы Қарамеңдінің есімі беріліпті. Наурызым жері бабалардың рухын бауырына басып жатқан өлке. Осыдан 248 жылдай уақыт бұрын өмір сүрген Түркебай Қалманбет ұрпағы кезінде Жәнібек ханның ақылгөй кеңесшілерінің бірі ұста болған деседі. Ойында ерекше көрегендік қасиеті бар ақсақалдың көзі тірісінде халқына шапағаты мол тигендігі бүгінгі ұрпақтарына аңыз болып жеткен. 73 жасында өмірден өтерінде Түркебай ата артындағыларға 2 өсиет қалдырыпты. Біріншісі, менің қара бурам терсек пен сыпсыңның арасында Қараша төбеде шөгіп жатыр, мені сонда жерлеңдер. Екінші, басыма ешқандай белгі қоймаңдар, аруақтарым 100 жыл қасымда, 100 жыл басымда болар. Қиын жағдайда, ауыр халде еске алсаңдар, Алладан тілесеңдер, Алла қабылдаса аруағым жар болар деген өсиет қалдырыпты. Әулие деген атақ халқым ол өлгесін беріледі. Сондай халық қасиетті кесім бар. Содан бар басына түнеп, анау елдегі ел қасиетіне байланысты әулие деп аталады. Қазір көптеген адам көп ауру сырқау тілеп басына жатады. Бұл кісінің 240 жылдығын 1999 жылы тойлап мерейтой жасап өткіздік. Күллі халық 2-3 мың халық жиналды, құрметтеп. Осы облыстан да басқа жерлерден де келді, солай өткіздік. Ниет қылып Құран бағыштаған адамдар садақаны мынандай тастардың арасына қойып кетеді. Бұл тас ол кісінің осында келіп шөккен бурасының тұяғының символы деседі. Түркебай баба жерленген осы төбеде зиярат етушілер үшін салынған арнайы баспана бар. Қарапайым ғана 2 бөлмеден тұратын үйге бас сұқсаңыз, рухани тазалықтың лебі жүзіңізді шарпиды. Үйден шамамен 100-150 метрдей жерде шипалы бұлақ ағып жатыр. Жолаушылар шөл қандырып, судың дәмі ерекше екендігіне көз жеткізеді. Ал аудан орталығы Қарамеңдіде 1994 жылы салынған 200 орындық мешітке Түркебай бабаның аты берілген. 4000-ға таяу тұрғыны бар аудан орталығының мұсылмандары жұма сайын осында жиналады. Наурызымда биыл осымен 2-ші рет балалар шығармашылығының республикалық ақтырна фестивалі өткізіліп отыр. Былтыр бұл фестиваль аудан орталығындағы 2 мектептің күшімен облыстық дәрежеде ұйымдастырылды. Ал биылғы жылы республикалық деңгейде өтуде. Наурызым қорығы және бірнеше үкіметтік емес ұйымдардың бастамасымен ұйымдастырылып отырған осы шараның негізгі қолдаушысы Наурызым ауданының әкімшілігі. Негізгі мақсат осы оқушылардың, Наурызым ауданының тұрғындарын, облыстың тұрғындарын осы экологиялық проблемаларға, қоршаған ортаны сүюге, оған қамқорлықпен қарауға арналған. Қаражат жағымен де басқа да осы ұйымдастыру шараларына осы ішкі саясат бөлімі, әлеуметтік сала орынбасары тікелей осы бүгінгі фестивальді өткізуге басқасында болып, араласып, сол жұмыстар бірге жүргізіп. Дүние жүзі бойынша жойылып бара жатқан құстардың бірі осы ақтырна. Бір ғана жұмыртқадан балапан шығаратын құс солтүстіктен жылы жаққа Қазақстан арқылы ұшады екен. Жыл сайын күз маусымында Наурызым қорығының аймағындағы көлдерге қонып, 15-20 күндей демалып, қоң жинап алып, Ауғанстан, Иран, Үндістан секілді жылы жақтарға ұшып кететін көрінеді. Балалар шығармашылығының басты тақырыбы ақтырнаға арналыпты. Жұмысымның мақсаты жоғалып бара жатқан ақтырнаны қорғау, шын жүректен сүю. Мен осы жұмысымды жасау үшін пластилинмен денесін жасадым және осы басыны краскіледім. Камыш істеу үшін мен проволоканы алып, оған пластилинді жағып краскіледім.
жұмысымды бір күн бойы жасадым. Біз былтыр осындай фестивальді қатысып көрдік. Онда уже аудандық фестиваль болды, а бұл халықаралық республикалық фестиваль өткізіліп жатыр. Осылай жыл сайын өткізе берсе, мен ойлаймын, бүкіл халық уже бастарын біріктіріп, авторынан санына әсер етіп, көбейетіне көзім жетуге. Фестивальге Астанадан, Ресейдің Екатеринбург қаласынан да оқушылар келіпті. Балалардың қиялынан туған түрлі суреттер мен мүсіндер бірінен бір өтеді. Олар салған табиғат жайлы әндер мен оқыған өлеңдердің барлығы да қазылар алқасының назарынан тыс қалмады. Бірде-бір бала сыйлықсыз кеткен жоқ. 2 күнге жалғасқан фестивальге қатысушылар аудан орталығындағы саябаққа ағаштар отырғызды. Сапарымыз осындай игі бастамаға тұспа-тұс келгендіктен біз де өз қолтаңбамызды қалдырғанды жөн санадық. Қазір мына бір түп ағашты Қазақстан ұлттық арнасының атынан отырғызамыз. Наурызым қорығы 1931 жылы маусымның 30-ында РСФСР Халық Кеңесі комиссарының 826 қаулысымен құрылды. Бүгінде қорықтың жалпы көлемі 191.381 гектар аумақты алып жатыр. Қорық Наурызым, Терсек, Сыпсың деген ірі-ірі 3 бөлімнен тұрады. Наурызым қорығының аумағы далалы, құмды және орманды болып келеді. Орманды алқап 17.000 гектардан асады. Аймаққа кіруге өте қатаң талап қойылған. Мәшине тек арнайы рұқсат қағазымен ғана өткізіледі. Инспекторлар мен қорық қызметкерлері территорияны атпен аралайды. Алғашқы ат басын тіреген жеріміз 4000 гектардан тұратын бетағаш орманшылығы болды. Бұл аумақ инспектор Хадиша Осипованың отбасының қарауында. Осы жердегі Боқай бұлағы келушілер ат жалдырып шөл басатын бірден бір саялы жер. Кейіннен Ақбұлақ аталып кеткен Бастау суының құрамының ерекшелігі өткен ғасырдың 50-ші жылдарынан бері белгілі бола бастаған. Бұлақ қысы-жазы қатпайтын көрінеді. Қызмет атқарған 7-8 жылда қарамағындағы жердің ой-шұқыры мен жан-жануарларына дейін алақандағыдай білетін инспекторды әңгімеге тарттық. Шетелдіктер келгенде біздің мына табиғатқа таң қалады. Бізде шетелде бәрі жасанды екен, жасанды табиғат. Бізде бәрі де өзі табиғаттың, мына Құдайдың құдіретімен өскен, өзі өсімдіктер. Біз мына Наурызым қорығы неше түрлі табиғи емдік шөптерге бай. Түрлі емдік шөптер бар, ол басқа жерде өспейді екен. Мына қыста да, жазда да мен негізгі өзімнің аумағымды аралап шығам. Жыртқыш аңдар болғанда қасқырмен бірнеше рет кездестім. Ол қасқырда адам өзі қорықпағасын, негізгі ол адамға шаппайды екен. Жай қарап тұрады да, сосын айналып кете барады. Өзің қорықпасаң болды. Сол жыртқыш аңдардан енді бізде сол қасқыр ғой, а мына бұлан, елік, олар жыртқыш емес. Олардың зияны жоқ. Қорықта омыртқалы жануарлардың 351 түрі, аңдардың 44 түрі, құстардың 290, балықтың 11 түрі кездеседі. Сиреп бара жатқан аң, бұланды да осы жерден кездестіруге болады. Әдетте, орман ішіндегі мүлгіген тыныштыққа бой үйретіп алған аң құстар атпен жүретін қорық қызметкерлеріне жиі ұшырасатын көрінеді. Түсіру тобымыз көлікпен жүргендіктен ешқандай жан-жануарды кездестіре алмадық. Тек біздің автокөлігіміздің дыбысынан секем алып, бөлтірігін ертіп қашқан қасқырдың дәл алдымыздан өткен іздерін кесуге ғана үлгердік. Бір ізі басып жүреді, көрдіңіз бе? Сонда қанша бөлтірік